Хей, бір жылықтарын сәлем, сендер мен Астем. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біз сұрақ жауап шығаратын боламыз. Видеоға лайктарыңды басып барыңыздар, жазылып кетіңдер. Видео шықпағалы көп болып кетті. Бүгін видео шығаратын боламыз. Алыншы видеомызды бастайық. Бірінші сұрағымызға сразу өшейік. Бірінші сұрақ. Фейкончик деген баланың екен. Фейкончик Майнкрафт деген, бастай кетейік. Сәлем Астен, менің сұрақтарым. Қандай кино жақсы көрмейсің? Мен андай аянышты киноларды жақсы көрмеймін. Сен қандай сыныпта оқисың дейді. 7-ші В сыныбында. Сенің жақсы көретін постың қандай? Осы сұрақты түсінбедім, жауап бермей кетемін. Мектепте оқымыстысың ба? Конечно, оқымыстымыз ғой ютуберлерде. Өзім оқымыстым. Так, қызым бар ма? Бар болса аты кім? Болған, аты айтпаймын ары қарай. Келесі баланка Джеймс Сигма. Джеймс екен. Атың кім дейді. Атым, толық атым Серік Азамат. Қай жақтансың дейді. Тараз қаласының Аса ауданы тумасымын. Отбасында неше адам дейді. 3. Так, қазір айтам. 1, 2, 3, 4. Қызым бар ма дейді. Бар болған. Қызының атын айтшы дейді. Бағана айттым. Қандай телефон дейді. Мен өзім телефоным iPhone 11. Мен қазір апамдікімен түсіріп отырмыздар. Апамдікі Samsung A10 деймін. Сондай деймін. Ең жақын әрділарың кім? Мен жақын әрділарым ең бірінші Нейзи, яғни Элард деген бала. Сосын сен Сигма, Сигма деймін, Джеймс. Еркош, Клейзи, тағым бар еді. Нұрлан. Солар жақын әрділарым. Келесі сұрақ. Еркош Кизет деген баланың екен. Өте ұзақ сұрақ екен. Біз бастаймыз. Шын атың кім дейді. Серік Азамат, толық атым. Қай қалада немесе ауылда тұрасың дейді. Тараз қаласының Аса ауданының тумасымын. Жасың нешеде дейді. 13-те. Қай жылғысың? 2009. Туылған күнің қашан? 28.05.2009. Майдау. Нешінші сыныпта оқисың дейді. 7-ші В сыныбында оқимын. Мектепке сағат нешеде барасың? 12:50-де шығып кетем, сосын 1-де жетем. Сабақты нешемен оқисың дейді. Сабақты 5-пен ғой. Видео немен түсіресің? Скрин рекордермен. Ютубтағы және МКПдегі мақсатың қандай болды? Осыларға жауап бер дейді. Ютубтағы мақсатым мен 1000 подписчикке жетіп, ақша тауып үшін өз ақшамды өзім тапқым келді. Солай басын сөйтіп ойлағым. МКПдегі мақсатың қандай? МКП, КЗМКП-сін дамытып, өз үлесімді КЗМКП-сіне дамытуға қосқым келді. КЗМКП-сін дамытып, орыстарға көрсетіп, ағылшынның бәріне КЗМКП-сін көрсетіп, біздің серверлерде ойнауға шақырғым келді. Қазақ тілін үйренуге шақырғым келді. Жалпы МКП, КЗМКП-сін қандай екенін көрсеткім келді өз басым. Солай. Келесі, Хико деген балаң екен. Атым Ернұр дейді. Сұрақтар. Атың кім? Атым Азамат. Жасың нешеде? 13-те. МКПге неге келдің? МКПге КЗМКП-сін дамытуға келдің. МКП дамый ма? Конечно, дамайды. Мен өзімнің КЗМКП-сін дамыту жолдары деген немді ашқан болатын группамды. Егерде соны білмесіңдер, кіріп кетіңдер сол группаға. Менімен бірге дизайнерлер бар, о жақта сендерге дизайн жасап беретін, каналдарына скин жасап беретін. МКПге новыйдан келген ютуберлерді мен 100 подписчикені қолдап кетем, тіркеліп кетем. И потом 100 подписчикке дейін мен сонымен дос болып қолдап соны, соға дейін апарамыз 100 подписчикке сол баланы до конца. В общем, сіздермен болған мен Астен, келесіңіз сау болыңыздар. В общем, жылам видео болып кетсе, сұрақтар, кешірім сұраймын. Мен сұрақ жауап шықтым мінекей. Ал давайте сендермен болған мен Астен, келесіңізге. Пока-пока, чау.